қазіргі кезде Қазақстанда интернетке тарифтері жоғары екен, өздеріңіз білесіз. Әрине, бұл ең алдымен менің ойымша ол Қазақтелеком саясатына байланысты. Бірақ біз үкімет тарапынан бұл жөнінде жұмыс істеп жатырмыз. Біз мысалы 2007 жылдың ішінде біз жалпы интернет тарифтерін 20%-ға төмендеттік. Ал осы жылдың басында, бірінші тоқсанында біз интернет тарифтерін одан әрі 6%-ға төмендеттік. Қазақтелеком акционерлік қоғамымен бірге. Одан әрі бұл жөнінде бұл бағытта біз тағы одан әрі жұмысымыз жалғастырып отырмыз. Бірақ менің ойымша бұл мәселенің негізі Қазақстан елінде қазіргі кезде нағыз бәсекелестік жоқ болсында, телекоммуникация саласында, интернет саласында бәсекелестік жоқ. Бұл жөнінде әрине мен мысалы өткен аптада Алматы қаласында дүниежүзілік сауда ұйымының Қазақстанның кіруіне байланысты келіссөздерге қатыстым. Әрине, мысалы біз Қазақстан дүниежүзілік сауда ұйымына кіргеннен кейін біздің мысалы елімізге шетелден келген телекоммуникация операторлары келуі мүмкін деп ойлаймын. Әрине, нарықта көбірек байланыс операторы болса, интернет провайдерлері болса, әрине бәсекелестік нағыз болады. Сонымен бірге интернет тарифтері ол төмендетіп келеді.